Барлықтарыңызға сәлем. Гематологтың YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз жиі қойылатын сұрақтардың бірі қаным қою, қалай көмек беремін, қалай емдеймін деген сұрақтарыңызға жауап беріп өтемін. Жалпы халықтың арасында қаным қою деген терминді біз медицинада қан ұю қызметінің жоғарылауы, гиперкоагуляциялық жағдай деп қарастырамыз. Оған алып келетін бірнеше себептер бар. Сол себептердің барлығын бүгін талқылап өтемін. Ал кеттік. Егер де адам суды жеткіліксіз ішетін болса, көп терлейтін болса, немесе жаңағы физикалық жүктемесі көп болатын болса, ол спортсмен болатын болса, немесе баняға көп түсетін болса, іш өтетін болса, периодически құсатын болса, немесе дене қызуы көтерілетін болса, бұндай жағдайда қанның ұю қызметі жоғарылап, сарысудың деңгейі азайып, қан клеткаларының деңгейінің концентрациясы жоғарылауына байланысты ағзада қан ұю мүмкіндігі жоғарылайды. Сондай жағдайда науқаста кейбір жағдайда жүрегі тоқтап қалыпты, науқасты обширный инфаркт миокарда алыпты, немесе венозық тромбоз, асқынулар болыпты деген диагноздарды естуіміз мүмкін. Сондықтан да науқас ешқандай дәрі-дәрмексіз ағзаға судың жеткілікті түсуін қадағалап жүру қажет. Ал егер де науқаста ол жағынан барлығы жақсы болса, бірақ басқа бір аурулардың салдарынан қан ұю қызметі жоғарылайтын болса, ол қандай жағдай болуы мүмкін? Ағзада гипоксиялық жағдай туындайтын болса, ол қай кезде болады? Жоғарғы тыныс алу жолдары мен төменгі тыныс алу жолдарына бөгет пайда болатын болса, мысалы мұрында полиптер өсетін болса, кисталар пайда болатын болса, немесе искривление перегородки носа болатын болса, төменгі тыныс алу жолдарында бронхиальная астма, хобл, хронический обструктивный бронхит легких, немесе бір өкпе ауруларының салдарынан ағзаға оттегінің жеткіліксіз мөлшерде түспейтінін байқайтын болса, ағза ондай жағдайда гипоксиялық жағдайды тудырмас үшін өте көп мөлшерде эритроциттерді өндіруі мүмкін. Бұндай науқастарды гематокриттің проценті жоғарылап, қанның ұю қызметін жоғарылайды. Бұл жерде де науқаста қанның қоюлануы пайда болып, бізде медицинада оны қанның қоюлануы деп айтпаймыз, ұю қызметінің жоғарылауының пайда болуының салдарынан науқаста жаңағы инфаркт, инсульт, венозық тромбоз асқынуларының қаупі жоғарылайды. Сондықтан да бұл жерде науқастың жаңағы гипоксиялық жағдайға алып келіп тұрған ауруын емдеудің арқасында ағзаның қан көрсеткіштерін реттеуіне алып келу көмегін тигізуіміз қажет. Егер де науқаста тағы гипоксиялық жағдайда жүрек ақауы алып келуі мүмкін, яғни жүрек ақауы анықталатын болса, оны кардиологпен бірге емдеп, ағзаның гипоксиялық жағдайына алып келмеу мүмкіндігін тудыруымыз қажет. Одан бөлек науқас темекі тартатын болса, немесе жабық помещениеде жұмыс жасайтын болса, немесе жаңағы ТЭЦ-те жұмыс жасайтын болса, механиктер, мысалы жабық помещение, подвальный помещениеде жұмыс жасайтын науқастарда гипоксиялық жағдайдың туындауына байланысты ағза өте көп мөлшерде эритроциттерді өндіруінің арқасында қанның ұю қызметін жоғарылатуы мүмкін. Бұл жағдайда да біз қан көрсеткіштерін қалыпқа келуіне науқасқа көмек береміз. Одан бөлек науқаста эритропоэтин деген гормонның өндірілуінің тым жоғары өндірілуіне алып келетін аурулар туындайтын болса, ол бүйрек аурулары болуы мүмкін, немесе кейбір жағдайда қатерлі аурулар да болуы мүмкін. Ондай жағдайда да гематокриттің концентрациясының жоғарылауына байланысты ағзада қанның ұю қызметі жоғарылайды. Бұл жағдайда кейбір науқастарға мен бүкіл ішкі мүшелерді тексеріп өтейік, қатерлі ауру анықталмайды ма екен, бүйрек ауруы жоқ па екен деп эритропоэтиннің мөлшерін тексеріп көреміз. Ауруды емдеудің арқасында қан көрсеткіштері қалыпқа келіп жатады. Одан кейінгі себеп науқаста мысалы сүйектің кемігінде өте көп мөлшерде шамадан тыс қан клеткалар өндірілетін болса, ол жаңағы эритроциттер көп өндірілетін болса, немесе тромбоциттер көп өндірілетін болса, кейбір науқастарда лейкоциттің деңгейі көп өндірілуі мүмкін. Үш көрсеткіште өте көп өндірілетін болса, бұл патологиялық өндірілу деп есептеледі. Олар көбінесе бір генетикалық JAK, калер, МПЛ деген генетикалық мутациялардың салдарынан көп шамадан тыс көп өндіріле бастайды. Ондай жағдайда бізде науқасқа сүйектің кемігінің қызметін басатын, немесе қан клеткаларына өте көп мөлшерде қан клеткалар өндірілген уақытта оның сан мөлшерін төмендетудің арқасында науқастың венозық тромбоэмболиялық асқынуларынан алдын алу шараларын біз жүргізе аламыз. Сондықтан да егер де
науқаста қан көрсеткіштердің жалпы қан талдамасында қан көрсеткіштері шамадан тыс көп өндірілуін байқайтын болсаңыздар, міндетті түрде гематологқа қаралған дұрыс. Сонымен қоса қан ұю қызметінің бұзылуына алып келетін тағы бір жағдай, ол қан ұю жүйесінде туа пайда болған және жүре пайда болған тромбофилияларды атап өтуге болады. Бізде туа пайда болған қан ұю факторлары бар, Лейден факторы немесе протромбин факторларының генетикалық мутациясы, одан бөлек протеин SC антитромбин 3 ақуыздарының жетіспеушілігінен туа пайда болған қанның бірнеше есе ұюның жоғарылауынан пайда болатын ауру бар. Ол 50 жасқа дейін, мысалы, веноздық тромбоз асқынуларына, инфаркт миокарда, инсульт асқынуларына, немесе сәтсіз жүктіліктердің аяқталуына алып келуі мүмкін. Одан бөлек жүре пайда болған аутоиммунды антифосфолипидный синдром деген ауруымыз да бар. Бұл жерде фосфолипидтермен байланысқа түскен ақуыздарға қарсы антиденелер түзеді. Мысалы, волчаночный антикоагулянт, антителокардиолипин, бета-2 гликопротеин, осы антиденелердің түзілуіне байланысты қан бірнеше есе қоюланады. Бұндай науқастар жас кезінен тромбоз асқынуларына бейімділігі жоғары болады. Сондықтан да қанның ұю қызметінің жоғарылауына немесе халықтың арасында қанның қоюлануына алып келетін себептер өте көп. Егер де риск бар болса, міндетті түрде дәрігерге көрінген дұрыс. Қалай біз оны анықтаймыз? Науқасының жалпы қан талдамасында қан көрсеткіштері тым жоғары көтерілуі мүмкін, немесе науқаста 50 жасқа дейін веноздық тромбоз асқынулар болуы мүмкін, инфаркт миокарда, инсульт асқынулар болуы мүмкін. Ол сәтсіз жүктіліктер, мысалы 10 аптаға дейін 3 сәтсіз жүктілік, 10 аптадан жоғары 1 сәтсіз жүктілік, ерте босану, преэклампсия асқынуымен антенаталды ұрық өлімі болуы мүмкін. Осындай асқынулармен егер де науқас қабылдауға келетін болса, гематологтың кеңесін ұсынуға болады. Біз арнайы анализдер беру арқылы науқастың қанның ұю қызметі бұзылуы бар жоғын анықтап бере аламыз.